Ассалаумағалейкум. Біздің аулада арнасының көрермендері, қал жағдайларыңыз жақсы ма? Кезекті түсірілім бүгін бұзаулардың тұрған жағдайларын салыстыру үшін түсіріп жатырмын. Алдарына салған таңертеңге салған жемді жеп тауысыпты. Салған жем болғанда арпа мен шемішке, күнбағыс шемішке. Салмақ басып жатыр. Бұзаулар. Мынау тұз. Алдарына қоямыз тұзды. Жер осылай жалап шөппен жейді. Артқы жақтарынан түсіріп жатырмыз, сандарын көру үшін. Бірінші рет бұзау байлағасын тәжірибе азды менде. Осылай видеоларды түсіріп, кейін тәжірибе жинау үшін қарап отыруға бірінші апта қалай болды, екінші аптаға қалай болды, бір айдан кейін қандай өзгеріс болды. Келешекте өзіме тәжірибе ретінде қарап отыруға. Бұл жерде 4 еркек, 5 еркек, 4 ұрғашы бұзау тұр. Көңіл күйлері жақсы, жеп тұр. Бүгін бірінші апта болды, ивермек салғаннан кейін. Ешқайсысы қышынып тұрған жоқ. Мынау біздің Каспийден алған жем жарғыш аппаратымыз. Астында шелегі 50 литр шелегі. Мына жерде үстінен салып 4 келі арпа, 1 келі бидай, 1 келі жем салып араластырып, бәрін бірге жарып отырмыз. Қарасаңыз. Жаратын өте ыңғайлы. Реклама жасап жатқан сияқты деп ойламапсыздар. Өзімізге жеңілдеткен түріміз алдында мынандай ескісі болған. Қазір мынау сағатына 150 килограмм жарады. Жылдамдығы. Бізге жеткілікті. Жарғанда міне мынандай майда қылып жарады. Бұл жақсы ма, жаман ба білмеймін. Бізге енді ыңғайлы, қолайлы. Бұл енді басқа жарылған заттармен салыстыратын бізде тәжірибе аз. Бірінші жылға, бірінші тәжірибемізге бұл қанағаттандырылатындықтан. Қанағат. Бір келіні дәл осы дұспен өлшедік. Осы дұс 1 келі тартады нақты.